Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Бастау олимпиадасы бойынша 2026 жылы аудандық кезеңде келген тапсырмалар деген жалғастырамыз ары қарай. Бұл тапсырмалар әртүрлі мұғалімдерден, оқушылардан келген тапсырмалар. Сондықтан енді қалай келді, тура солай қиып алып сіздерге салып жатырмын. Сапасына мән бермейміз, ең бастысы есепті талдау барысымен толығымен жұмыс жасайтын боламыз. Сабақты бастамас бұрын бірінші каналға тіркеліп аламыз, лайк басамыз, ары қарай кеттік онда. Менің аты Нұрланбек Табысұлы. Бастау олимпиадасы бойынша, жалпы математикалық олимпиада бойынша оқушылардың, мұғалімдерді дайындаумен айналысамын, және осы каналда үнемі пайдалы ақпараттармен, тегін сабақтармен, нұсқа талдаулармен бөлісетін боламын. Жақсы. Егер бұрыннан қарап жүрген болсаңыз, плюс қоя салыңыз. Кеттік. Бірінші тапсырмадан бастайық. Есептің шартын бірінші оқып алайық, иә. Әу баста кезеңі, бұл жерде командалық сайыс 2, 3, 4 сыныптарға арналған геометриялық бөлімі. Арман сіріңкелерден 3×3 квадрат жасауды ұйғарды. Суреттегідей. Төмендегі суретті қараңыз. Ол аяқталғаннан кейін осы квадратты, қараңыздар, осы квадратты қабырғалары 5×7 болатын тік төртбұрышқа толықтыруды шешті. Оған тағы қанша сіріңке таяқшасы қажет? Енді бұл жерде бірнеше сұрақ бар, және сұрақ бойынша да кішкентай толықтыру қажет сияқты. Өйткені менде тік төртбұрышты қазір мен қандай форматта сызуым мүмкін? Мынандай форматта сызуым мүмкін. Немесе тура осы тік төртбұрышты мынандай бөліктерге бөлетін шығармын. 5×7 болатын болса, 5×7 мынандай болатын. Яғни әр қабырғасы бірдей не болатындай, таяқша болатындай. Енді біз осы екі түрлі жағдайды қарастырайық. Ең бірінші, жалпы 5×7 болатын сіріңке тік төртбұрышқа толықтыру керек болса, онда бізде мына жақтағы ұзындығы тік төртбұрыштың 7 сіріңке таяқшасы болады, С деп ала берейік. Ал бұның мәні бізде 5 сіріңке таяқшасы болу керек. Мен осы бойынша жасайтын болсам, ең бірінші берілген шаршының, квадраттың қанша сіріңке таяқшасы керек екенін біз қазір тауып алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, бір минут. Толығымен санайық, сырттан бастап мұқият болыңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Менде мына жерде қазір 24 сіріңке таяқшасы бар. Ал егер бізге тура осы форматта ғана жасау керек болса, бізге мына жерде периметрін тауып көрейік. Периметрін табатын болсақ, біз 7-ге қосамыз 5-ті и көбейтеміз 2-ге. 7-ге 5-ті қоссақ, бізде 12, 12-ні 2-ге көбейтсек, бізде қаншаға тең болады? 24-тің өзі шығады. Маған ешқандай қосымша сіріңке таяқшасының қажеті жоқ. Егер мен қандай форматта құрастырсам, ішіне ешқандай шаршы қоймай, тура осылай тік төртбұрыш форматында құрастыратын болсам. Енді мен сіздерге түсінікті болу үшін былай жасай салайын. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5. Так, мына жақта 7 болу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді астына тура осылай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Сонда менде тік төртбұрыш құрастырылды. Егер ортасында ешқандай шаршыға бөлінбей, тура осындай форматта тік төртбұрыш болатын болса, онда бұл 24 уже жетіп тұр. Ешқандай қосымша сіріңке таяқшасы қажет емес. Бірақ бұл жерде бізде егер ортасында шаршы болатын болса, мына бірінші жағдаймен, есептің шартына нақты жазылмаған, ортасында бізде шаршы болсын немесе болмасын деген сияқты. Өйткені бізде ол аяқталғаннан кейін ол тағы да квадратты қабырғалар 5×7 болатын тік төртбұрышқа толықтыруды шешті. Оған тағы да қанша сіріңке таяқшасы қажет. Егер толықтыру қажет болса, тура осы жерде біз екінші тәсілді қарап көрейік. Қараңыздар. Мен мына бірінші тәсілді түсіндік, егер ортасында мынандай шаршы болмайтын болса, біз онда қазір толықтырып көреміз. Так, онда біз толықтыру жұмысын бастайық, қарайық. Мен мынаны өшіремін, енді екінші тәсілді қарастырып көрейік. Екінші тәсілде бізде тура осыны 5×7 болатындай қарастыру керек. 5 болу үшін мына жерде бізде 3 бар. Онда мен нешеуін қосамын? Енді 2 қосамын. Да. Көріп отырсыздар, иә?
Енді мына жаққа бізде ұзындығы 7 болу үшін маған төртеу қосу керек. Біреу, екеу, үшеу, төртеу қосылды. Ары қарай жалғастырамыз енді. Мынаны біз ұзындығы бесеуге әкелеміз. Екеу болды. Үшеу, төртеу и бесеу. Мына жақта бізде жетеу, иә? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау и жетеу. Мен мөлшермен сызып жатырмын. Енді ары қарай тағы да толықтырамыз. Қазір бізде нешеу қажет болды көрейік. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Мына жерде бізде пока 18. Сыртқысының өзінде 18 кетті. Бізде толықтыру үшін. Ары қарай тағы да жалғастырамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, ары қарай 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Мына жақта мен 19-ды қосам. Енді біз тігінен санап көреміз. Сіздерге түсінікті болу үшін мен жеке-жеке жазып жатырмын. Негізі басқаша форматта да шығара салуға болады. Қысқаша түрде. Бірақ ол түсініксіз болып қалады. Сондықтан мен сызып көрсетіп жатырмын сіздерге. Так, мына жақта біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Мына жақта бізде 21. Енді барлығын қосайық. Мына екеуін қосатын болсақ бізде 40 болады. Оған 18-ді қосамыз 58. Бізге тағы да 5-те 7-ге толықтыру үшін 58 сіріңке таяқшасы қажет болады. Енді 5-те 7 деп отырғанбыз. Міне ені бізде 5 болатын, ұзындығы 7 болатын, бізде тік төртбұрыш. Сонда екі түрлі форматта. Бірінші тәсілмен алатын болсақ, бағанағыдай ешқандай қосымша таяқша керек емес. Ал екінші тәсілмен алатын болсақ, бізде 40-58 тағы да қосымша таяқша қажет болады екен. Жақсы. Егер есеп түсінікті болса, плюс қоямыз. Қандай да бір ұсыныс пікірлеріңіз бойынша комментарий бөліміне қалдыруға болады. Келесі тапсырмада кездескенше.